7 sınıf жетекшілері және оқушылары, директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Рышымбетова Гүлбану Амангелдіқызының Қазақстанның тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздік бұл есім атты челленджін қабылдады. Сен менің шұғылаған тойғанда аларсың, жасам басым санасыз жолдарды аларсың. Бабамның көздерінің қарашы, баламның бақытына да ортақ боларсың. Бабамның да арманы осыны оянсаған, тәуелсіздік таңдары бақ береді баршаға. Өзіңсің Қазақстаным әнарманымда, аяулым алтын бесік қара орманымда. Бір нәрсе жетпейді деу қате болады, өзіңдей ұлан байтақ далам барда. Желтоқсаным, тәуелсіздік тірегім, желтоқсанда қадір тұтып тіредім. Есте сақта ағалардың ерлігін, үнемі жүректерде сақтау керек. Қиындықпен келген бізге тәуелсіздік, қорғайықшы еркіндікті біз мәңгілік. Тәуелсіз өмір сүре билейік, бостандықты мәңгі сақтап жүрейік. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты мен жұштамасын. Сен қазағым шынымен де мықтысың, ертең жайнап шығар туған күн үшін. Ол қызың қаны судай шашуда, басалаңда басын келіп тұрышы. Латынға жер, кет биыл құшағымен, саған құрдығылар құшағымен, саған шында қанатын қапсыға қалай, бала бұндай күніп құшағын. Мен қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген аттаға. Сүйгенім қазақ өмірі, біздің қазақ, мен неге қазақстан сақтанамын. Еркіндігім қасиетті қасиет, өзің байтал өзегімді жоқшен. Кеше сенің келбетіңді арнау, одан қуат береді. Бабалардың басын кетіп бәйгеге, аналардың жинағына туа еркін қосылды. Біз бұл шараларымызды директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары Қамбарова Дариға Найранбековнаға және 10 сынып оқушыларына Жолдаймыз!